Алты спорт бағдарламасы бойынша сіз жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бір ғана ұлттық спорт түрі бар деп, иә? Алдағы уақытта қанша ұлттық спорт түрі енуі мүмкін? Енді расында да депутаттың ұсынысы орынды, бірақ оны біз қазір бір ауыздан қолдаймыз деп айтуға ертерек. Енді сол жерге қандай ұлттық спорт түрлерінің болсын, басқа да спорт түрлері, қандай спорт түрлері кіретін нақты қазір айтуға қиын. Неге десең, себебі оны зерттеу керек, сарапаттама жасау керек. Қазіргі уақытта 63 спорт түрі енгізіп жатыр. Бірақ оны кеңейтуін қазір қаржылануға байланысты қандай өзінің әсерін тигізеді деп содан кейін белгілі болады. Ал сол 63 спорт түрінің ішіне ұлттық спорт түрлері жоқ па? 63 спорт түрінің ішіне бір ғана спорт түрі кіреді, ол қазақ күресі. Ұлттық спорт қосуға не кедергі сонда? Қаржылай ма, жоқ басқа кедергі емес. жағынан ба? Басында оны 63 спорт түрі бекітілген кезінде көптеген федерациялар ұсыныстарын берді. Сондықтан сол қазақ күрес федерациясы нақты жасап, өз қаржыландыруын көздеген кезде сол жерде ол ұсыныс қабылданды. Ал басқа федерациялар енді ұсыныс күтеміз.